Парыз намазын өтер кезде азан шақырып, қамат түсіру өте маңызды. Сүннет намаздарды және басқа да қосымша нәпіл намаздарды оқыған уақытта азан мен қамат айтылмайды. Қамат былай түсіріледі. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Хайя аля ссалах, хайя аля ссалах. Хайя аля аль-фалах, хайя аля аль-фалах. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ниет. Намазға тұрмас бұрын ниет ету қажет. Ойша, іштей ниетті былай жасауға болады. Бір Алланың разылығы үшін зухр намазының фарызын өтемекке ниет еттім. Ниетті дауыстап шығарып айту міндетті емес. Ең бастысы, ол жүректе болу керек. Тахрим такбірі. Намазға кіріспес бұрын оқушы жүзін құбыла жаққа бұру қажет. Мұсылмандардың құбыласы Мекке қаласындағы қасиетті Әл-Харам мешіті болып табылады. Құбылаға жүзін бұрған мұсылман алақанын құлақ тұсына дейін көтереді де алғашқы тәкбірін айтады. Аллаху акбар. Осы сәттен бастап ол намаз халінде деп саналады және дәлелді себепсіз намазын бітірместен одан шыға алмайды. Тахрим тәкбірін айтқан кезде алақанның ішкі жағы құбылаға қарайды. Бас бармақ құлақ сырғалығының деңгейінде болады. Қолдың қажетті деңгейде көтерілгендігіне көз жеткізу үшін бас бармақты сырғалыққа тигізуге болады, бірақ бұл міндетті емес. Қиям. Тәкбір айтқан соң намаз оқушы оң қолының бас бармағы мен шынашақ арқылы сол қолдың білегін қапсыра қысқан күйінде кіндігінің астына қолын байлайды. Бұл кезде сұқ саусақ, ортаңғы және шылдыр шүмек саусақтары білектің бойымен шынтаққа бағытталған қалпында тұрады. Аяқ ұшы құбыла жаққа қарайды. Және олар шамамен 4 еліні құрайтын қашықтықта бір-бірімен параллель күйде орналасады. Намаз оқушының назары сәжде жасалатын орынға бағытталады. Бұл тұрыс қиям деп аталады. Осы қалыпта Аллахты ұлықтап Субханака дұғасын оқиды. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака асмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Субханака дұғасы намаздың бірінші рәкағатында ғана оқылады. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Осы қалыпта намаз оқушы Фатиха сүресін оқиды. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүресі оқылып болған соң әмин деп айтылады. Ханафи мазхабында әмин іштей айтылады. Фатиха сүресінен кейін қосымша сүре оқылады. Екінші сүренің толық оқылуы шарт емес. Оның ең аз мөлшері 3 аяттан кем болмауы тиіс. Екінші қосымша сүре кез келген парыз намазының алғашқы 2 рәкағатында ғана оқылады. Сүннет намаздар мен нәпіл намаздарда қосымша сүре әрбір рәкағатта оқылады. Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар. Инна шани'ака хуал абтар. Қосымша сүре оқылған соң намаз оқушы тәкбір айтады да иіледі, яғни рукуғ жасайды. Аллаху акбар. Рукуғ жасаған кезде арқа мен аяқ тік бұрышты қалыпқа келген жағдайда кеуде иіледі. Алақан саусақтар арасы сәл ашылған күйде тізелердің үстіне қойылады. Қолдар иілмеген тік қалпында болуы керек. Назар аяқтың басына бағытталады. Осы қалыпта іштей 3 мәрте Алла тағалаға мадағы айтылғаны дұрыс. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим.
Рукуқ жасаған соң, намаз оқушы мына сөздерді айту арқылы еңсесін тіктейді. سمع الله لمن حمده. Намаз оқушының назары сәжде жасалатын орынға бағытталады. Толық тіктеліп болған соң, намаз оқушы былай дейді: ربنا ولك الحمد. Бұл жағдайда қолдар байланбайды. Дененің екі жағында бос, емін еркін тұрады. Амал орындалды деп есептелуі үшін еңсені толық жазып тік тұруы керек. Келесі әрекет маңдайды жерге қою арқылы атқарылатын сәжде. Намаз оқушы тәкбір айтады да әуелі тізерлейді. Сонан соң алақанын қояды да маңдайы мен мұрнын жерге тигізеді. Аллаху акбар. Сәждеде жатқан алақан бастың деңгейінде тұрады. Қолдардың қойылуы бастан тым алшақ болмауы керек. Шынтақ қабырғаға және жерге жабыспау қажет. Іш тізеге тимеу керек. Саусақтар арасында бос кеңістік болмаған түрде біріктірілген күйі құбыла жаққа бағытталады. Сәжде уақытында маңдай мен мұрын, алақандар мен тізелер және аяқ башпайлары жерден ажырамауы тиіс. Осы қалыпта іштей 3 мәрте Алла тағалаға мадақ айтылғаны дұрыс. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Аллаху акбар. Сәжде жасаған соң, намаз оқушы сол аяғының басын астына алып, оң аяғын тік қалдырған қалыпта, яғни сәждеде тұрған кездегідей өкшесін жоғары көтеріп, башпайларын құбылаға қаратқан күйінде отырады. Осы қалыпта іште 2 мәрте кешірім сұрау сөздері айтылғаны дұрыс. Раббигфирли, раббигфирли. Содан кейін намаз оқушы екінші сәждеге барады. Екінші сәжде бірінші сәжде сияқты атқарылады. Сонан соң намаз оқушы қайтадан қиям қалпына көтеріледі. Аллаху акбар. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Аллаху акбар. Осымен намаздың бірінші рәкағаты орындалған болып саналады. Екінші рәкағат. Екінші рәкағат екінші сәждеге дейін тура бірінші рәкағат секілді оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Аллаху акбар. Ташахуд. Екінші сәждені жасағаннан кейін намаз оқушы тура 2 сәжде арасында отырғанындай бір жамбастап отырады да ташахуд сөздерін айтады. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Ташаххуд айту кезінде أشهد أن لا إله намаз оқушы оң қолының сұқ саусағын құбыла тарапына бағыттаған күйде жоғары көтереді. Ал إلا الله сөздерін айтқанда түсіреді. Сұқ саусақты жоғары көтерген кезде бас бармақ пен шылдыр шүмек шеңбер жасағандай біріктіріледі. Бұл кезде намаз оқушы сұқ саусағына қарайды. Ал сұқ саусақ түсірілген кезде намаз оқушының назары сәжде орнына қайта оралады. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Салауат. Ташаххуд оқылған соң намаз оқушы салауат айтады да Құрандағы мына дұғамен аяқтайды. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Тәслим, сәлем беру. Салауат айтылған соң намаз оқушы артында отырған адам оның оң шекесін көретіндей дәрежеде басын оңға бұрып сәлем береді. السلام عليكم ورحمة الله. Сонан соң сол жаққа сәлем беріледі. Сәлем берген кезде намаз оқушы өз иығының ұшына қарайды. Сәлем берілген соң намаз оқушы намаз халінен шығады. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Ер кісілер парыз намаздарын мешітке барып жамағатпен бірге орындағаны жөн саналады.